Барлықтарыңызға сәлем. Мен мектеп парламентінің президенттігіне үміткер Ұзақбай Қараманов атындағы номері 262 мектеп гимназиясының 8 А сынып оқушысы Сағадат Әсем. Ең әуелгі бағдарламам оқушылар жетістігін арттыру. Бұл бағдарламада барлық дерлік сыныптар қамтылатын болады. Бағдарламамда IQ School атты өз апталық жобамды жасағым келеді. Бұл апталықта пәндік апталықтармен қатар ерекше тапсырмаларға толы көңілді апталық болатынына мен сенемін. Бұл жұмысты ұйымдастырудағы менің басты мақсатым оқушылардың бойындағы дарын таланттарын әрі қарай шыңдау. Сонымен қатар бағдарлама аясында мен өзімнің жыл үздігі деп аталатын жобамды жасаймын. Жалпы жоба әр жылды қорытындылау мақсатында сыныптарға статуэтка мен осындай номинация дипломдар табыстау арқылы жүргізіліп отыратын болады. Жалпы жобаның мақсаты оқушылардың жетістігін әрі қарай арттырып, сонымен қатар жауапкершілікті сезіне білуін мен қалаймын. Спорт тайм бағдарламасының барлығына дерлік нарығын. Себебі бұл жоба аясында спорт секцияларын ашуды қарастырамыз. Келесі әскери спорт ойындарында қарастыратын боламыз. Жалпы әскери спорт ойындары 10 және 11 сынып оқушыларын қамтитын болады. Жалпы бұл жобаны құрудағы менің басты мақсатым оқушыларды әскери спортқа денелерін шынықтырып қана қоймай, ынталары мен жігерлерін арттыру. Менің ойым, бұл бағдарлама 5 және 11 сынып оқушыларына арналады. Дебат клубын ашу бағдарламамдағы ең басты жобаның бірі. Жалпы дебат клубын ашуға 5 сынып оқушыларынан бастап жұмыс жасайтын боламын. Ол үшін 5 сынып оқушыларының тез ойлау үшін және тез сөйлеуі үшін түрлі ойындар мен жаттығулар жасап отыратын боламын. Мотивация жобасы. Бұл жоба өте керемет жоба болғалы тұр. Себебі бұл жобада барлық сыныптар қамтылып қана қоймай, психолог мамандары мен оқушы арасындағы байланысты нығайту болып табылады. Жалпы бұл жобаны құрудағы мақсатым оқушыларға психология ұғымын түсіндіру болып табылады. Мектеп және мен бағдарламасы барлық сынып оқушыларына арналады. Менің ұсынысым деп аталатын оқушылардың және мұғалімдердің ұсыныс шешімін ұйымдастырамын. Сонымен қатар ақпарат тақтасын жайландыру жоспарларында бар. Ал ең бастысы, ең қызығы, мектепте адалдық кемі өзінің жұмысын әрі қарай тағы да жалғастырып, әлде де гүлденетін болады. Мамандықтар әлемі жобасы. Бұл жобаның мақсаты 7 және 11 сынып оқушыларына мамандық таңдауға бағыттап қана қоймай, өндіріс орындарына саяхат жасап, кәсіби маман иелерімен сұхбат жүргізіп, оқушы өзінің таңдайтын мамандығымен жақын болып, жақынырақ танысуына өз ықпалымды тигізетін боламын. Сонымен қатар, әр жыл сайын мектебімізде гимназия аруы, жігіттер сұлтаны және кітап ойындары ұйымдастырылып отыратын болады. Бұл жобада 8 және 10 сынып оқушылары бақтарын сынайды. Жалпы жоба мақсаты оқушылар өздерінің өнерлерін ортаға салып қана қоймай, танымдық қабілеттерін әрі қарай шыңдау.